Әртүрлі тарихи кезеңдерде біздің планетамыздың климаты қазіргіден айтарлықтай өзгеше болды. Атмосферадағы оттегі бірде көбірек, бірде азая бастады. Мұздану планетарлық жылынуға жол берді. Ал кейде әлемдік апаттар жердегі тіршілікті толығымен жойып жіберу қаупін туғызды. Бірақ өмір әрдайым жаңа жағдайларға бейімделген сайын қайта жандана бастады. Бұл кейде нағыз алпауыттардың пайда болуына ықпал етті. Үлкен қырғаяқтар мен инеліктер ешқандай жағдайда фантастар, жазушылар мен қорқынышты фильм жазушыларының өнертабысы емес. Бұл тіршілік иелері жер бетінде динозаврлардан бұрын карбон кезеңінде болған. Артоплевра құрлықтағы омыртқасыздардың ішінде ең үлкені. Қазіргі Европа мен Солтүстік Америкада өмір сүрген. Оның сегменттелген денесінің ұзындығы 2,5 метрге жетіп, ол 30 жұп мүшенің көмегімен қозғалған. Артоплевра папоротниктармен қоректенеді және жылына 1 тонна дейін жасыл өсімдіктерді жей алады деп есептелінеді. Жасыл өсімдіктердің көптігі, ауадағы оттегінің көбеюі, жылы климат және табиғи қарсыластардың болмауы жердегі омыртқасыздардың үлкен мөлшерге жетуіне мүмкіндік берді. Заманауи пілдердің үлкен туыстары мамонттар тарихи стандарттар бойынша жақында 9000 жыл бұрын жоғалып кетті. Олардың ішінде ең үлкені империялық мамонт биіктігі 5 метрге жетіп, салмағы 12 тоннаға дейін жететін. Бұл қазіргі пілдерден кем дегенде 2 есе үлкен. Мамонттар суық климат жағдайында өмірге толық бейімделген деп есептелінеді. Бұған кейбір түрлерінде ұзындығы 90 сантиметрге жететін ұзын, қалың жүн және діннің ерекше құрылымы дәлел бола алады. Мамонттардың 4 метрлік хоботтардың әрқайсысының салмағы 100 килограммға дейін жетуі мүмкін. Аптозавр. Ең ірі құрылық жаратылыстардың бірі Солтүстік Америкада Юра кезеңінің соңында өмір сүрген. 9 метрлік шөп қоректі динозаврлардың бронтозаврлардың денесінің ұзындығы 23 метрге жетті. Ал массасы әртүрлі бағалаулар бойынша 18-ден 32 тоннаға дейін өзгеруі мүмкін. Бұл артқы аяқтарында тұруға, шырынды жоғарғы жапырақтарға жетуге және қуатты құйрығын сермеп, жыртқыштармен күресуге жеткілікті болды деп саналады. Аптозаврдың бас сүйегінің сүйектері соншалықты жұқа және сынғыш болғандықтан, толығымен қалпына келтіру үшін ғалымдар оларды ұзақ уақыт таба алмады. Бұл алыптар қысқа мерзімде өте көп шөптерді жеп, таптап, аш көз өмір салтын ұстанады және бір аймақтағы өсімдіктерді жойып, екіншісіне тез көшіп кетеді. Өздерінің өлшемдерімен таңғалдыратын тек киттер ғана емес, сонымен қатар балықтардың арасында да гиганттар бар. Кит тәрізді акула қазіргі уақытта бар балықтардың арасында рекордтық мөлшерге ие. Оның орташа ұзындығы 14 метр, ал расталмаған мәліметтерге сәйкес кейбір үлгілердің ұзындығы 20 метрге жетуі мүмкін. Бұл акуланың құйрығының ені 5 метрге жетуі мүмкін. Кеуде қанаттары 2,5 метр, ал балықтардың аузы ені 1,5 метрге жуықтайды. Қорқынышты жалпы атқа қарамастан, бұл балықтың мінездері жуас және бейбіт. Ол өзінің жыртқыш туыстарының айырмашылығы негізінен планктондармен қоректенеді. Геологиялық өткен карбон кезеңінде жыртқыш жәндіктер өмір сүрді. Атмосферада оттегінің көбеюіне байланысты олар қорқынышты мөлшерге дейін өсті. Алып инелік меганейраның қанаттарының ұзындығы 60 сантиметрден асып кетуі мүмкін, ал оның құрлық құрттары да аңшы болған. Олардың мөлшері көгершіннің өлшемінен салыстыруға болатын басқа да ірі жәндіктер невриттер олар үшін тамақ болды. Бұл жәндіктер өз кезегінде папоротниктер мен қылқан жапырақтардың жұмыртқаларымен қоректенді. Заманауи суретшілер палеонтологтармен бірлесе отырып, осы жәндіктердің сыртқы түрі қалпына келтіріп, мұражай экспонатына айналған макет жасады. Кайнозойдың ортасында жерді сүтқоректілер толығымен игерді. Олардың арасында өте ұсақ тіршілік иелері және өте ірі шөп қоректілері түрлері болды. Соңғылардың арасында диноторий өзінің ерекше көлемімен ерекшеленеді. Диноторий 4,5 метр биіктікке жетіп, салмағы 14 тоннаға дейін жетеді. Бұл жануарлардың мамонттың сыртқы түрінен айырмашылығы оның тістері төменгі жақта орналасқан және төмен қарай иілген. Ғалымдар жануарлардың оларды не және қалай қолдана алатындығын әлі анықтай алмады. Кракен туралы аңыздар скептиктер ойлағандай негізсіз емес. 400 миллионнан астам жыл бұрын мұхиттар алып аммониттермен толысып жатты, ал алып археотиус кальмарлары қазіргі мұхит тереңдігін мекендейді. Бұл қазіргі кездегі жердегі ең үлкен омыртқасыздардың бірі. Олардың шытырларының ұзындығы 16 метрден асады, ал мантияның ұзындығы 3 және одан да көп метрге жетеді. Бұл сонымен қатар планетаға ең үлкен көзді тіршілік иесі.
9 сантиметрлік зрачогымен көзінің диаметрі 27 сантиметрге жетеді. Біздің ғасырда ғалымдар үлкен тіршілік ететін кальмарды өзінің тіршілік ету ортасында суретке түсіруге қол жеткізді. Археологтердің табиғи жауларынан тек кашалоттар ғана кездеседі және ол орташа акуланы өзі жей алады. Одан да әсерлі Юра кезеңінің шөп қоректілері диплодок солтүстік Америкада шамамен 150 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Алайда оның мөлшері бағалау кезінде ғалымдардың пікірлері палеонтологтар үшін диплодокустың қаңқалары ең танылатын болса да, құрт ерекшеленеді. Бастапқыда диплодокустың ұзындығы 54 метрге бағаланған. Бұл 100 тоннадан астам салмаққа сәйкес келеді. Бірақ кейінірек ғалымдар кесірткен ұзындығын санын байыпты асыра айтқан және көрсетілген мәлімдер бойынша оның ұзындығы 35 метрден аспайтын болып шықты. Бірақ ғалымдар жаңа жаңалықтардың аясында жануарлардың салмағына қатысты ортақ пікірге келе алмайды. Бүгінде ол 10 мен 80 тонна аралығында деп бағаланады. Олицоген дәуірінде әртүрлі ғалымдардың пікірінше жыртқыш акула мегалодон теңіз ортасында билік құрды. Ол плейстоценнің ортасында жойылып кетті. Бұл жауыз жыртқыштың ұзындығы 16 метрге жетіп, салмағы 47 тонна дейін жеткен. Дегенмен оның мөлшері туралы пікір-таластар күні бүгінге дейін ашық. Бұл балық бұрын-соңды болмаған ең ірі жыртқыш омыртқалы болып саналады. Компьютерлік қайта құру бойынша оның шағу күші 11 тонна жетуі мүмкін. Ежелгі заманнан бастап су элементі алып жануарларды өсіруге ең қолайлы болды. Бірақ салыстырмалы түрде жақында геологиялық тұрғыдан кайнозой эрасының басында планетада осы күнге дейін үстемдік еткен сүтқоректілер динозаврларды алмастыра бастады. Киттер мөлшер бойынша бұрыннан бар жануарлардан жоғары, ал көк киттердің арасында ең үлкені болып саналады. Бұл алыптың ұзындығы 33 метрге жетеді, ал салмағы 150 тоннадан асады. Бір уақытта бұл жаратылыс 3 текше метрден астам ауаны жұтады. Оның 8000 литр қаны мыңдаған жүректі диаметрі 40 сантиметрге жететін тамырлар арқылы жүреді, ал тілі 4 тонна жетеді. Оның үстіне көк кит криль мен планктонмен қоректеніп үлкен мөлшеріне жетеді. Сіздермен бірге болған орта каналы. Каналға тіркеліңіздер және лайктарыңызды басыңыздар.